Сәлеметсіздер ме 5-ші сыныптың оқушылары? Мен сіздерге абайтану курсынан сабақ беремін. Аты жөнім Білгенбаева Әйгерім Дәулетиярқызы. Пандемияға байланысты біздің бұл курс қашықтықтан өтеді. Яғни сіздер мен берген тапсырмаларды қашықтықтан орындап, мұқият суретке түсіріп, менің жекеме WhatsApp-қа жолдауларыңыз қажет. Ендігі сұрақ, біз абайтану курсын қандай оқулыққа сүйеніп оқимыз? Мінекей ол мынандай оқулық, қоңыр, авторы Әубәкіров. Сынып жетекшілеріңізге айтсаңыздар, кітапханадан алып береді бар. Ендігі сауал, абайтану курсынан нені меңгертуім керек? Нені білеміз бұл курстан? Абайтану курсында біз абайды одан әрі тереңірек танимыз. Абайдың өлеңдерін сіздер бастауышта да жаттаған боларсыздар. Алайда біз бұдан әрі қарай өлеңдерін әрі қарай жаттаймыз, поэмаларын талдауға тырысамыз, және де қара сөздерін талдаймыз. Сіздер үйде осы кітапты алып, келесі жұмаға дейін маған ақын өмірі деген, мына жерде көрініп тұр ма сіздерге, ақын өмірі деген берілген ақпаратты мәтінді оқисыздар. Сол бойынша өздеріңіздің білімдеріңізді кеңейтулеріңіз қажет. Тағы да қосымша қандай үйге тапсырма беретінімді осы видеоның соңында айтатын боламын. Енді сіздер Абай жайлы білесіздер, Абайдың ақын екенін білесіздер, Абайдың Құнанбайдың баласы екенін білесіздер, Абайдың Тобықты руынан екенін білесіздер, семейлік екенін білесіздер. Енді бұл курста мен сіздерді жаңа ақпаратпен қанықтырғым келеді. Абайдың туған күні 1845 жылы 10 тамыз. Қазіргі таңда 10 тамыз біздің Қазақстанда Абай күні деп жарияланып отыр. Біз айтамыз, Абай айтады өлеңінде, атадан 6, анадан 4, жалғыздық көрер жайым жоқ дейді. Енді бұны қана талдап көрейік. Неге Абай атадан 6, анадан 4? Бұның жауабы, Құнанбай 4 әйел алған екен. Сол 4 әйелден туған ағайындылары оған 6 болып саналады, және өз анасы Ұлжаннан туған ағайындылары 4. Сонда атадан 6, анадан 4, жалғыздық көрер жайым жоқ деген өлеңнің астары осында жатыр. Енді кімдер туған? Бұны бастауыш сыныпта сіздерге айтылмаған ақпарат болатынды. Ендеше мұқият тыңдап біле жүрсеңіздер. Сөйтіп Құнанбайдың бірінші әйелі Күнке. Күнкеден Құдайберді туады. Ал Құдайберді болса, әйгілі Шәкәрімнің әкесі. Бірақ ол ерте қайтыс болады да, оның, яғни Шәкәрімнің тәрбиесі толыққанды Абайдың қолында болады. Абайдың сүйікті немере інісі Шәкәрім, белгілі ақын, білесіздер. Әрі қарай Құнанбайдың екінші әйелі Ұлжан. Ұлжаннан туады Тәңірберді, Ибрахим, яғни Абайдың өзі, Ысқақ және Оспан. Одан кейінгі әйелі Құнанбайдың Айғыз. Айғыздан Халиолла, Смағұл, Кәмшат. Бірақ Кәмшат ерте қайтыс болады. Одан кейінгі әйелі Нұрғаным. Нұрғанымнан ұрпақ жоқ. Сонда қайталап айтамын, әкесінің басқа әйелдерінен туған балаларын санағанда 6, ал өз анасынан туған ағайындары 4. Әрі қарай екінші бір тың ақпарат сіздерге айтқым келетіні, енді мүмкін кейбірлеріңіз білетін шығарсыздар, Абай ескіше хат таныған, оның мұғалімі Ғабитхан молла. Сол жайлы білулеріңіз аса қажет. Одан кейінгі ақпарат 13 жасынан бастап билікке араласқан. Себебі Абай басқа балаларына қарағанда, Құнанбай басқа балаларына қарағанда Абайды ерекше көрген екен. Үйге тапсырма. Бастауышта сіздер жаттаған өлеңдеріңізден үзінді демей-ақ қояйын. Енді шамаларыңызға қарай жаттаған өлеңдеріңізді видеоға түсіріп жіберсеңіздер, сосын оны WhatsApp-қа салыңыздар. Одан кейінгі тапсырма, мен берген ақпаратты дәптерлеріңізге түсіріп алсаңыздар. Сау болыңыздар.